Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге голубцы жасап ұсынып отырмын. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, лайк басып, қоңырауын басуды ұмытпаңыздар. Өте жақсы жеңіл тағам. Ішін жарып көрсем біз голубцыйдың. Голубцыйға керек заттар: картоп, сәбіз, пияз, тартылған ет, менде жылқының еті, және соған қосылатын пияз 3 бас. Менде мұздатылған болгарский, оны ыстық су құйып ертіп қойдым. Сулардан өстіп суларын алып дайындаймыз. Етке 3 пияз қосып, сосын 1 пияла күрішті жуып қосамын. Сөйтіп болгарскийме салатын боламын. Тартылған етімізге жуылған күрішімізді саламыз, 1 пияла. Тұз саламыз. Бұрыш саламыз дәміне қарай. Сосын пиязымызды салып, пияз майлап турап аламыз. Илейтін боламыз бәрін қосып. Менің баршым қара кесек ет болған соң 10 миллиграммдай сүйек май құйып жібердім. Енді жақсылап иіндеп, болгарскийлерімізге салатын боламыз. Мұздатылған болгарский болған соң шамалы майысып тұрады. Сәл туралап жіберіп, формасына келтіріп, өстіп ішіне толтырамыз. Қазанда қызған майымызға аздаған парыштан салдым. Өйткені сорпаның дәмі әдемі болады. Тұзын салып, енді пиязымызды салып, сәбізімізді салып, шамалы қуырамыз. Сосын томатный соус саламыз. Онда араласып қуырамыз да, картоп салып, араластырып, дәміне қарай бұрыш саламыз. Тұзды саламыз. Сөйтіп қайнаған судан құямыз. Ет салынған, парыш салынған болгар бұрышын өстіп сорпаға саламыз. Сөйтіп қайнағаннан кейін баяу отта 30 минут қайнататын боламыз. Голубцыйымыз қайнап пісті уже. Енді ыдысымызға салып бере берсек болады. Достар, міне біздің голубцыйымыз дайын. Өте дәмді тағам. Егер де менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.